Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен Гүлжанат. Бүгін сіздерге таңғы асқа дайындауға болатын өте керемет, ортасында шоколады бар, сондай жұмсақ, үлпілдек панкейктардың рецебімен бөлісемін. Бізге қажет ингредиенттердің барлығын описанияға төменге жазып қоямын. Бізге қажет ингредиенттер бұл жылы айран, ұн, қант, жұмыртқа, ас содасы, қопсытқыш және сұйық май. Ең алдымен жылы кефирге, яғни айранға ас содасын салдым, жақсылап араластырып қоямыз. Бөлек ыдысқа жұмыртқаны саламыз, оның үстіне қант саламыз, жақсылап араластырамыз. Одан соң жылы кефирді құямыз. Кефир мен ас содасы араласқан кезде кішкене реакция болып, кефирдің көлемі ұлғаяды. Одан соң сұйық май құямыз, тағы да жақсылап араластырамыз. Енді електен ұнды өткізе отыра, осылай біздің қамырға саламыз, тағы да венчикпен араластырамыз. Соңында бір ас қасық қопсытқышты салып, тағы да жақсылап араластырамыз. Мінекей біздің қамырымыз дайын. Осындай видеода көрсетілгендей консистенцияда болып шығуы керек. Енді табаны жақсылап қыздырамыз. Табаға ешқандай май жақпаймыз. Жақсы қызған табаға бір ас қасықтан осылай қамырды құйып шығамыз. Бір немесе екі ас қасықтан. Одан соң барып, шоколад пастасын осылай орталарына салып шығамыз. Сіздер шоколад пастасы ретінде нутелла, немесе милка сияқты жаңағы өнімдерді пайдалансаңыздар болады. Барлығын ортасына салып шығамыз, және де тағы да үстіне жарты ас қасық қамыр құямыз. Яғни біздің салған шоколадты пастаның бетін қамырмен жабамыз. Барлығын солай жасап шығамыз. Мен қазір грильницада пістіріп жатырмын. Менде грильница 180 градуста асты қызып тұр. Сіздер орташадан сәл жоғары отта пісіресіздер. Кішкене бетінде қамырдың тесіктері пайда бола бастаған кезде біз осы панкейктерді аударамыз. Егер табаға пісіретін болсаңыз, табаның қақпағын жауып пісіріңіздер. Сол кезде ортасы толықтай пісіп, әдемі болып шығады. Мінекей біздің панкейктер осылай оп-оңай дайындалады. Ортасы толықтай піседі, ол жағын уайымдамаңыздар. Керемет дәмді болып шығады. Бұл панкейк менің жолдастың ең сүйікті панкейктерінің бірі. Қараңыздар, сізге ортасын кесіп көрсетейін. Шоколады осылай шықты, және де ортасы толықтай пісті, піспей қалған жоқ. Керемет дәмді болды. Енді сіздер де жасап көріңіздер. Комментарийға міндетті түрде өздеріңіздің отзывтарыңызды жазып кетіңіздер, және де видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Гүлжанат. Келесі видеода кездескенше.